Енді табаны қыздырып, ішіне азғандай көлемде май құямыз. Майды көп көлемде құйсаңыздар, бойына майды сіңіріп алады. Азғандай көлемде құямыз. Табанның астын қатты жағуға болмайды. Күйіп кетеді. Жай жақсаңыздар, майды бойына сіңіріп алатын болады. Орташа көлемде жағып, бәрін қызғылт түсте қылып, әдемі қылып қуырып аламыз. Қуырып алып болғаннан кейін кей кісілер майлы болады дейтін болса, әсел пешке 180 градусқа табаға салып, қойып алсаңыздар болады 5-10 минутқа. Ол кезде қытырлақ, әдемі болып піседі. Енді осының бәрін дайын болған наггетсыларды пюремен немесе күрішпен қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Ал ас болсын бәріңізге, келесіде сіздер де алып дәмін татып көріңіздер. Енді каналыма тіркеліп кетіңіздер, жүрекшені басып. Алда әлі талай жақсы видеолар салатын боламын. Сау болыңыздар, көріскенше.